Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып білім алушылары. Математика сабағына қош келдіңіздер. Бірінші сынып 75-ші сабақ есептер шығару тақырыбы. Бүгінгі тақырып бойынша біз есептерді шығаратын боламыз. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суреттерге қара, егер мысалдарды дұрыс есептесең, саябақтардың атауын білетін боласың. Ендеше мына екі берілген суретке назар аударайық. Оның астында 10 және 9 деген сан жазылған. Балалар, егерде біз мына берілген мысалдарды дұрыс шығаратын болсақ, бұл саябақтардың атауын табатын боламыз. Ендеше есептеп көрейік. 10 азайту 7. 3 қосу 4. 7. 7 қосу 2. 9. Яғни бірінші мысалдың мәні 9-ға тең екен. Енді екінші мысалды есептейік. 6 қосу 3. 9. 9 азайту 4. 5. 5 қосу 5. 10. Екінші мысалдың мәні 10-ға тең болды. Ендеше мына сурет 28-ші гвардияшыл панфиловшылар саябағының суреті екен. Ал бірінші тұрған суретіміз Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті саябағының суреті екен. Балалар, оқулығымыздағы номер 2-ші есепті шығарайық. Саябаққа отырғызу үшін 15 жәшік қызыл, одан 5 жәшік кем сары гүл әкелінді. Неше жәшік сары гүл әкелінді? Ең алдымен есебіміз не туралы екен біліп алайық. Есеп не туралы? Әрине гүлдер туралы. Ендеше санды деректерге назар аударайық. Біздің есебімізде 15 саны бар. 15 жәшік қызыл гүл. Ал 5 дегеніміз одан 5 жәшік кем сары гүл әкелінді дейді. Енді есептің шартын жазатын болсақ, қызыл гүліміздің саны 15, сары гүлдің санын біз білмейміз, яғни белгісіз, бірақ қызыл гүлге қарағанда оның 5-еу кем. Есімізге түсірейік, кем дегенде қандай амалды қолданатын едік? Дұрыс айтасыңдар, азайту амалы. 15-тен 5-еуін азайтатын болсақ, 10, яғни сары гүлдің саны 10. Енді балалар, осы берілген есебімізге кері есеп құрастырып көрейік. Ендеше бізде белгілі болатыны қай гүл? Дұрыс айтасыңдар, сары гүл. Сары гүліміз бізде 10, қызыл гүліміз бізде белгісіз, бірақ сары гүлге қарағанда оның 5-еуі артық. Артық деген кезде қандай амал қолданамыз? Дұрыс айтасыңдар, қосу амалы. 10 қосу 5 тең 15. Қызыл гүліміз 15. Жарайсыңдар. Келесі 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Есептерге сұлба таңда, оларды шығар. Бұндай тапсырманы сендер бұғанға дейін орындап жүрсіңдер. Ендеше қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Сондықтан сандық деректерге мұқият қарай отырып, есепті тыңдап отырып, сұлбасын анықтайық. А. Саябақта концерт өтіп жатыр. Бишілер 10 би билеуі тиіс. Олар 3 би биледі. Биленбеген неше би қалды? Дұрыс айтасыңдар, 7 би. Оны қалай таптық? Билеу керек 10 би еді, оның 3-еуін ғана билеген екен. Әлі биленбеген 7 би бар екен. Бұл қай сұлбаға сәйкес келеді деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, 2-ші сұлба. Ендеше 2-ші ә есебін қарайық. Концертке бір мектептен 70 бала, ал 2-ші мектептен біріншіге қарағанда 30 бала артық келді. 2-ші мектептен неше бала келді? Дұрыс айтасыңдар, 100 бала келді. Оны қалай таптық? Бірінші мектебімізден 70 бала келсе, 2-ші мектебімізден одан 30-ы артық болса, яғни 70-ке 30-ды қосамыз. Барлығы 2-ші мектептен неше бала келген екен? 100 бала. Жарайсыңдар. 4-ші тапсырма салыстыру тапсырмасы. Бұл жерде жұбымызбен жұмыс жасап көрейік және өзімізді тексереміз. 6 дециметр азайту 4 дециметр, 5 дециметр азайту 2 дециметр. Алдымен өрнектердің мәнін тауып алып, салыстырып көрейік. 6 дециметрден 4 дециметрді алсақ, 2 дециметр, 5 дециметрден 2 дециметрді азайтатын болсақ, 3 дециметр. 2 дециметр кем
3 дециметрден. Келесі 30 сантиметр, екінші жағында 100 сантиметр, азайту 40 сантиметр. 100-ден 40-ты азайтатын болсақ 60, 30 сантиметр кем 60 сантиметрден. Келесі 30 сантиметр қосу 10 сантиметр, және де 40 сантиметр азайту 20 сантиметр. 30-ға 10-ды қоссақ 40, 40-тан 20-ны алсақ 20. Ендеше 40 сантиметр артық 20 сантиметр деп. Жарайсыңдар балалар. Келесі, сен зерттеушісің. Бос төркөзге қай фигураны таңдау керектігін ойланып көрші. Кәнеки, қалай ойлайсың, қай фигураны біз бос төркөзге қоя аламыз? Дұрыс тауып отырсың, ол бізде бос дөңгелек. Ендеше оны қалай тапқанымызды біз айтып өтейік. Берілген төркөздердің ортасындағы фигуралардың барлығы боялған. Екі шетіндегі фигуралар олар боялмағанын көріп отырмыз, яғни бізге бос төркөздің орнында боялмаған фигура болу керек. Біріншіден, екіншіден, үшбұрыштарды қарап көрейік. Бірінші қатарда, екінші қатарда және үшінші қатарда әр бағанда да үшбұрышымыз бар. Шаршыны көрейік, шаршыда сол сияқты. Үш қатар, үш бағанда да сәйкес келеді. Ал дөңгелекті қарап көрейікші. Біріншіде бар, екіншіде бар, үшіншіде бізде дөңгелек. Яғни бізге бос төркөздің орнына дөңгелек қою керек, бірақ ол дөңгелегіміз боялмаған болу керек. Сендер жауабын дұрыс таптыңдар.